Студенттік кезім алғаш қалаға келіп қызық іздейтін кез ғой. Қызықтың көкесі мен үшін жұмыста болатын. Ресторанға официант болып жұмысқа кірдім. Жанымдағы дос бала қаланың баласы еті тірі. Бір банкетте 6 қыз, 4 ұл шығамыз. Сол жұмыста жүріп неше түрлі қыздарға тап боламыз. Сол жерде Жанар деген қызбен жұмысқа кірген күннен араласу басталды. Екеуміз бір районда тұрамыз. Жұмыстан бірге қайтамыз. Жұмыстан кейін шығарып салам. Развозка апарып тастайды әрине. Сөйтіп уақыт өте жүруге ұсыныс тастадым. Қабылдады. Сонымен жастықтың буы махаббат біз екеуміз. Сүйісіп аймаласып жұмыстан босап қалсақ. Жаздың кезі той көп, банкетте көп. Жұмыстан шаршайсың дегендей. Бірге істейтін балдардың қыздардың үйлері жақын жерде, барлығы жаяу қайтып кетеді. Біздікі біраз алыста. Ақыры екеуміз сол ресторанда қонуды шештік. Охранник бірінші этажда, біз болсақ екінші этажда диван бар, сонда ұйықтаймыз. Түн болса болды, бір-бірімізді аймалаумен боламыз. Бірақ арам ойға бармаймыз. Бір күні іштік барлығымыз. Банкеттен кейін сол жердегі бірге істейтін Сая деген қыз екеуміз темекі шегіп тұрсақ, Сая айтады: Жанар қандай бақытты деп. Неге десем, түнімен итерсесіндер қанып жүрген шығар деп. Мен айттым, жоқ олай емес деп. Сосын ол айтады: сенің қызың күнде туалетте уқалайды өзін деп. Мен айттым, ол жігітпен жүрмеген, қалай ол десем. Ол қыздығын өзі алған қолмен деп. Сол жерде ойым кетті. Диана масайып қалған біраз. Мен айттым, бүгін үйіне бармайтын шығарсың деп. Ол айтты, осында қонамын деп. Бір ойым Саяға кетті. Екі ойлы боп қалдым сол жерде. Саяға ашығын айттым, итерем ба деп. Ол айтады: қызыңды итерси мені қайтесің деп. Сені іккім келет десем. Қойш, қызың ренжіп жүрер дейді. Білмейді, қорықпа дедім. Қашан ігісеміз, қай жерде дейді. Ешкім көрмейтін жерде дедім. Ігісетін жер тап, ігісейт дейді. Біраз ігісіп жүрген қыз балдардың айтуынша. Сөйтіп ресторанның артында шашлық пісіретін орын бар, есігі ішінен жабылады, сол жерге кірдік. Кіре сала тізерлеп отыра кетті де ременімді шешті. Қолымен уқалап сайманымды тұрғызып алды. Жаймен ұшын тілмен жалады. Сосын сайманымның жартысына дейін аузына салып тілімен айналдыра жалап, аузынан шығарып сайманымды екі жанын сүйіп түбінен жоғары қарай тілмен жалап, қайта аузына салып сорып өліп барады. Кәсіп қойш бұларша? Сорады. Біраз сорғаннан кейін бұтын шешті. Рубашкасын көтеріп тоңқайтып тұрып, астын қолыммен уқаладым, суланып кеткен асты. Жайлап саусағымды тығып қолыммен біраз уқаладым. Одан бетер суланып қозып барада, қайта отыра қалып сайманымды ауызға алды. Бұл жолы тамағына дейін тығып қайта тұншығып, өзін қинап алды. Тоңқайтып қойып тықтым. Жаймен ырғақты бастадым. Солайынша біраз іктім. Бітіретін кезде аузыма бітірші деді. Жарайды дедім, солайынша ігіп бітерер кезде тамағына дейін тығып тұрып бітірдім. Солай қайта ішке кірдік. Кірсек балдар барлығы стол басында отыр. Кіре сала Қанат деген дос бала біліп қойды. Қалай болды деді барлығының көзінше. Администратор Айнұр деген болатын. Қанат, қызықсың, сенде текст қалай болатын еді, жақсы болатта дейді. Біткен жерім осы екен дедім. Жанар сол жерде жүрген маған қарады да күлді. Сөйтіп барлығы қайтты. Сая мен Жанар үшеуміз қалдық. Сая маған айтады: қызыңды ігіп алсаңшы деп. Мен айтам, қимаймын ондайға деп. Ол айтады: ігіп ал деп. Сен жатасың ғой, ол ұялады дедім. Мен үйге қайттым деп айтамда, астыда ұйықтаймын деді. Жаттық, как обычно, күндегіден бүгін басқаша. Жанар жанымда жатты да: шыныңды айтшы, Саямен болдың ба деді. Иә дедім. Неге деді. Негесі несі болдым дедім. Мымы деді де теріс қарап жатып алды. Маған жоламашы енді деді. Жайлап құшақтадым.
Мойыннан сүйіп құлағынан сүйіп өзіме қаратып алдым тартып. Сөйтіп аймаласу кетті. Бутына қолымды салып жібердім. Басында қолымды алып тастады. Сосын үйренді қолыммен екі арпын уқалап астының екі ерінің кезекпен уқалап бұтын шешуге ыңғайландым. Джинсның түймесін шешіп едім, ары қарай өзі жалғастырып әкетті. Өзінің бұтын шешіп менікінде шешті. Үстіне шықтым, екі бұттың ортасын кіріп сайманымды астына үйкелеп одан бетер қоздырдым. Астына туралап тығып жібердім. Асты тар. Сайманым қысылып кіреді. Осыны қанша күттім жаным. Әр түні осылай болса деп қалап жатамын дейді. Солай әр позада жылатып тұр бүктім. Сайманым жатырға тіреліп қалған сияқты болады да канса тықсам. Бокам жатқызып кенде жылап жібереді. Солай бір палка бітірдім. Бітіріп құладым. Құшақтасып жатсақ астыдан саяның ыңырсыған дауысы шығады. Жайлап түссем охранникпен ігісіп жатыр. Кухняда столға тоңқайтып қойып қойған. Сол кездегі күнді әлі ұмытпаймын. Жанармен солай күнде кешке ігісіп жүрдік. Жұмыстан шығып кеткенсінде квартираға барып үгіп жүрдім. Бір күні ауылдың бір жігіті алып қашып кетіпті дегенді естідім, солайынша байланыс үзілді.